Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Менің есімім Балжан Жұманқызы. Қазақша аудио кітаптары арнасына қош келдіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз біздің арнаның дамуына үлкен әсер етеді. Әңгімені тыңдап болғаннан кейін қоңыраушаны басып, өкілдеріңізді қалдырып отырсаңыздар, рахмет. Ғабдеш Жұмәділов, Аранға түскен аққулар. Бұл еңбегімді Алжир лагерінде жазықсыз жапа шеккен арулар рухына бағыштаймын. Автор. Биыл арқа өңіріне қар қалың түскен. Айнала төңіректе қыбыр еткен жан жоқ. Ұшы қиырсыз ұлан дала бейне ақ кебінге оранғандай сұлық жатыр. Тіршілік атаулы бұл өлкеден басқа бір жаққа ауып кеткен секілді. Осыдан небәрі ширек ғасыр бұрын осынау арқаның байтақ даласында қыс ызғарын елемей, қалың қарды түбіттей түтіп, 1000 жылқы тебіндеп жатты дегенге кім сенер? Ал халық ше, 1916 жылы патшаға әскер бермейміз деп дүрк көтеріле атқа қонған асау арда халық қайда? Осыдан тура бір ғасыр бұрын осы өлкені оңды солды шарлаған Кенесары ханның сарбаздары орыс отаршыларының зәресін алып, сонау төбесі көрініп тұрған Ақмола бекінісінен бір полк орыс әскерін қуып шықты дегенге кім сенер? Иә, бұл өлкеде елден е, жерден кеткелі қашан. Қазақ даласы қазір қаңырап бос қалған сияқты. Елде ес, халықта сес жоқ. Ұлт рухы өшкен. Көшбастар көсемдер келмеске кетіп, қырқын жисаң қыр аса алмайтын томағалы тобыр қалған. Қазір бұл даланы елес кезіп жүр. Әруақтар елесі. 1928 жылғы кәмпескеде 4 түлік малдан айырылып, 1932 жылғы қолдан жасалған ашаршылықта шыбынша қырылған, сүйектері көмілмей шашылып қалған 3 миллион қазақтың әруағы әлі де болса өз мекендерін қиып кете алмай, туған жер аспанында қалықтап ұшып жүр. Бұрын мұндайды көрмеген көрбала, момын ел, сол зұлматтардың кімге не үшін қажет болған енді түсіне бастағандай. Сөйтсе болашақ қожайындарға мына даланы тез арада босату керек екен ғой. Қазір несін айтасың? Әй дейтін ажа, қой дейтін қожа жоқ. Отаршылар бағынышты бұдан жұртына ойына келгенін істеп жатыр. Жол жиегіндегі жарлауыт сіреу қардан қылпы ғана көрінген мына бір ат шананың баяу жылжып келе жатқанына да біршама уақыт болды. Сол шанадағы 3 жолаушы болмаса, ол маңайда адамзат мекені бар деп ойламас едің. Манадан бері әңгімеге арқау болған жайлар жай айтыла салған қыстырма, қысыр сөз емес. Шанада ат тізгін ұстап келе жатқан дәмелінің буырқанған ойлары. Іште жатқан шер-шемен қысылып шыққан қыжыл. Бұл күнде тілде тек ауызда қақпақ бар. Бірақ сөйлер сөзге, әрекетке шек қойылғанымен адам ойына тұсау салу әзірше ешкімнің қолынан келер емес. Қиял жүйрік, ой ұшқыр. Әйткенмен ойлануға да уақыт керек екен. Осындай оңашада қалғанда ғана өкінішті ойларға ерік беріп, өткен кеткенде талғажау етесің. Шанада дәмелден басқа тағы 2 әйел отыр. Үшеуі де Алжир лагерінде жазасын өтеп жүрген тұтқындар. Сонау қыр астындағы мал фермасынан шығып, лагер орталығына келе жатқан беттері. Бұрын бұл жазалау орнын Карлақтың 26-шы бөлімшесі дейді екен. 1938 жылдан бері кілең әйелдердің еншісіне тиіп, Алжир деген атқа ие болды. Алжир қысқарған сөз. Орысша Ағмолинский лагерь женский изменников родины деген сөздердің бас әріптерінен құралған. Қазақшасы отанға опасыздық жасағандардың әйелдеріне арналған Ақмола лагері. Тұрған жері Ақмоланың өзі емес, қаладан 40 шақырымдай жердегі ен дала. Дәмелі лагер орталығына ерте жарықта жетпек болып, қарын сау жолдас торға қамшы жұмсап көріп еді, одан шабан торының жүрісі ширай қойған жоқ. Әудем жерге дейін борт-борт желіп барды да баяғы мимырт аянға қайта көшті. Бұл 3 әйелдің ішінде дәмелі адам дәрігері, Ғазиза мал дәрігері. Екеуі де 30-ның ішіне енді ілінген келіншектер. Қызмет бабына қарай фермадағы мал қораларын аралай беруге ерікті. Ал бұлардан гөрі кекселеу жасы 40-тың ішін аралаған 3-ші әйел Нұржамал қойшы. Қарауыл бастығы айтқаныма көне қоймадың деп, кеше түнде мал қораға қамаған екен. Содан 2 өкпесіне бірдей суық дейіп, орталықтағы ауруханаға келе жатқан беті. Бұрын осындай сапар кезінде тұтқындардың қасында мылтығы шошайып қарауыл отырушы еді. Кейін әйелдердің ешқайда қашпайтынына көздері жетті ме, әлде майданға адам керек болды ма, күзеттегі солдатты азайтты.
Малшы тұтқындар ауыл арасына осылай еркін жүре беретін болған. Майдан демекші Германияның Совет одағына қарсы соғыс жариялағанын былтыр 1 жыл бойы тұтқын әйелдерден жасырып келді ау. Өздерінше жау жағына тілектес болады деп тұтқындарға сенбегені. Алғашқы 2 жылда хат хабарға да рұқсат етілмеген. Сырттан келетін тырс еткен белгі болмай, тұтқындар ен аралда қалғандай күй кешкен. Тек жаудың беті қайтып Мәскеу түбіне шегінген соң ғана соғыс туралы ақпараттар айтыла бастады. Майданнан келетін хат хабарға да жол ашылып еді. Әйтеуір хаттарына қарағанда майдандағы жауынгерлердің рухы үстем. Арадағы келісімді бұзып, отанымызға опасыздықпен шабуыл жасаған неміс фашистерін өкшелей қуып барамыз. Түпкі жеңіс біздікі деп жазады шеттерінен. Қолдарына қару ұстамаса, ішкен асы бойына тарамайтын, жазықсыз жандарды лагерлерді тұншықтыратын, соғысып жатқан бұл екі елдің қайсысы фашист екенін Құдай білсін. Мұндайда қазақ сияқты бұратана халықтар кімнің тілеуін тілеу керек? Бұл да шешілмеген түйіндердің бірі. Нұржамал апай, қалайсыз? Ыстығыңыз қайтқан сияқты ма? Деді. Қашанда өзін көңілді ұстайтын аққұба жүзді жайнаған көз дәмелі бір кезде арт жағына бұрылып. Шүкір, манағыдан көрі тәуірмін, деді. Ескі құлақшының сыртынан неше түрлі шоқпытты орап алған Нұржамал. Бұл жолы ширақ тіл қатып: мені қойшы, жаны сірі адамы ғой, қайтер дейсің? Одан да майдандағы балалар не күйде екен, соны айтсайшы. Оларды уайымдап қайтесіз, олар жалғыз емес, және біз сияқты қамауда отырған жоқ, өздері сияқты мыңдаған адаммен бірге жүр, деді қасында отырған Ғазиза сөзге араласып. Ғазиза да бір кезде жұрт назарына іліккен қара көз айымның бірі еді. Қазір ол да жүдеген, үстіндегі шоқпыт киімдер одан ары кетеуін келтіріп тұр. Иә, қазір осындағы тұтқын әйелдердің де аға бауыр туыстары не балалары майданда жүр. Өткенде Нұржамалдың үлкен ұлы Әукеннен хат келген. 1937 жылы әкесі ұсталғанда 16 жастағы бала еді. Оның да ер жетіп азамат болған ғой. Халық жауының баласы атанып, көрінгенге көз түрткі болғанша, тым құрса өз басымды ақтап алайын деп айыпкерлер батальонына жазылдым. Жақында соғысқа аттанамын дегенді. Қазір сол Әукен майданда жүр. Айыпкерлерді соғыстың ең бір барса келмес қиын жеріне салады, дейді ғой. Байқұс баланың тағдыры не боларын кім білсін. Шанадағы үш әйелде бұрыннан бірін-бірі білетін адамдар. Дәмелі мен Ғазиза бір кезде ел тұтқасын ұстаған министрлердің әйелдері, жоғары білімді мамандар. Ал атақты жазушының жары Нұржамал 5 бала тәрбиелеп өсірген. Оқуы аз болғанмен тоққаны мол, үй шаруасындағы әйел тұғын. Үлкен ұлы Әукеннен басқасы қазір телімге түсіп, әр қалада жетімдер үйінде жүр. Демек, Нұржамалдың қайғысы басқалардан екі есе. Дәмелі одан: апай, сіз неге қой бағуды қолай көрдіңіз деп сұрағанда, би ағаң мен балаларымда ен далада қой соңында жүріп, емін еркін жоқтағым келді дегенді. Осындай қат-қабат қайғысы бар Нұржамалды басқа әйелдер сыйлап тұрады. Бұлардың күйеулері де 1937 жылы күзде бір мезгілде ұсталды ғой. Алғашқы тергеу кезінде соққыға жығылып, тістері түсіп, кетеуі кеткен түрлерін бірер мәрте көрсетті де, көп ұзамай бәрі де көзден ғайып болды. НКВД-ның адамдары күйеулерің 10 жылға кесіліп Сібірге айдалды деп алдарқатқан. Ал енді біреулер оның бәрі бекер сөз, халық жауы аталғандар әлдеқашан атылып кетті деседі. Қайсысына сенесің? Тұтқын әйелдер қазір күйеулері туралы әңгіме айтуды қойған. Олардан гөрі артта қараусыз қалған, детдомға өткен балаларын айта береді. Жұрт не десе о десін. Қазақ әйелдері күйеулерін өлді деуге қимай, кебенек киген ер азамат түбінде бір оралар деп үміт үзбей жүретінді. Мәскеуден, Ленинградтан тағы басқа республикалардан келген оқымысты әйелдер сол әлсіз үміттің өзін үзіп тастады. Орыстар да, қақолар да күлпілдемей турасын айтатын жұрт қой. Естерінде болсын, лагерге жіберілген әйелдердің бірде-біреуінің күйеуі тірі емес. Күйеуі халық жауы болып атылып кетпесе, әйелі мұнда келмейді деп шындықты бірден айтып салған. Мәскеуден, Кремльдің дәл қасына келген адамдарға қалай сенбессің? Дәмелі тағы да арттағы серіктеріне бұрылды. Нұржамал апай, сіз ауруханада жатып ем қабылдай беріңіз. Ал мен сіздің денсаулығыңыз туралы анықтамаға қоса қарауыл бастығының сізге істеген зорлығын хатқа түсіп лагер бастығына тапсырамын деген. Даусын әдеттегіден қаттырақ шығарып: біреулер тексере қалса, сөзіңізден тайып кетіп жүрмеңіз. Сіңілім Дәмеш-ау, сол өткен істі қоздата беріп қайтесің, деді Нұржамал марғау тіл қатып. Ол неме өшігіп алып, одан да зорғасын істеп жүрмей ме маған? Ол істі аяқсыз қалдыруға болмайды, деді Дәмелі қатайып.
Үндемей қалсаң, басынып алады. Өзіңіз қарауыл бастығы қимай отырғаннан саусыз ба? Қанша дегенмен сізге көңілі ауған адам ғой, қойшы әрі қайдағыны айтпай. Өздерің сияқты жас келіншектер тұрғанда еркекпен ойнау мене не теңім. Сол оқиға қалай болды өзі? Басынан бастап айтыңызшы деп болған оқиғаға онша қанық емес Ғазиза сөзге араласып. Бәлкім мені де куәға тартып қалар. Ой тәйір-ай, әлгі жынды қарауыл бастығының істеп жүргені ғой. Мәзияпамет кім еді соның аты? Соның дәл өзі. Атын да жаттап алыпсыз ғой, деді дәмелі әзілге айналдырып. Сол Мәзияпа анда-санда фермаға келіп тұрады. Жұрт көзінен таса, оңашада көңіл көтергісі келеді-ау деймін. Бізге бұйырмаған мал солардың еркінде. Кейде қой сойдырып, қуырдақ жеп, сорпаланып жататыны бар. Ішімдігін де қоржынға салып ала келеді. Алдында еститінмін, ішіп алса сондағы малшы қатындарды алма-кезек зорлайды деп. Ойымда ештеңе жоқ, кешке жақын өрістен қайтқан малға шөп шашып жатқанмын. Қарауылдар көрші үйде ет жеп, арақ ішіп, өздерінше дуылдасып отырғанда, бір уақытта қойға шабатын қасқырдай алақ-жұлақ етіп жаңағы Мәзияпа қасыма жетіп келді. Келақ, әй-шәй жоқ, білегімнен ұстап, ішке қарай сүйреп барады. Әй, не болды, саған не керек деймін, былдыр батпақ орысшамды аямай. Қатынның не керек болатынын білмейсің бе? Бой суытам дейді әлгі албасты шімірікпестен. Бір қолын ышқырма жүгіртіп, икемдеп әкетіп барады. Құдай сәтін салғанда бір кезде бұлт етіп қолынан шығып кеткенім. Шөп қораның аузында 3 айыр теміраша сүйеулі тұрған. Жандармен соны алдым да өзіне қарай тұра ұмтылдым. Әдірі қалғыр, алдымен сені жар өлтірейін де, сонан соң өзім өлейін. Қатын жанды немекенсің ғой, келші көрейін әуселеңді. Сен ақымақ, кімді басынасың? Сен өзің білесің бе, менен байымның тырнағына да тұрмайтының деп, орысша қазақшасы аралас ит дерсін басына қаптадым. Сырт көзге дүрдеп жүргені болмаса, өзі қорқақ немекен. Жан сауғалап көршіге барып тығылды. Сол беті қойға шығар деп ойлағам. Жоқ, олай болмады. Артынша 2 қарауылды ертіп келіп, мені біраз түмпештеп алды да, қой қораның аузындағы діңгекке таңып тастады. Мен сол арада таң атқанша тұрдым дірдек қағып. Сол кеште күн мұндай суық болар ма? Үстімде тоным бар еді. Соның өзінде салқылдаған сараяз өңменмен өте шықты. Мәзияпаның бұл хайуандығын шынында да аяқсыз қалдыруға болмайды екен. Лагерь басшылары тексерер-тексермес, бірақ біз өз наразылығымызды білдіруіміз керек, деді Ғазиза да ызаға булығып. Дәмелі де осындай шешуі жоқ, ауыр ойда отырған. Жаңағы Нұржамалдың әңгімесі ескі жараның аузын тырнап, тереңде жатқан қай-қайдағын шерді қозғап еді. Дәл қазір басына келген ойды ортаға салғысы келіп, бір оқталды да соңынан тартынып қалды. Көңілдегі ащы запыранды Ғазиза түсінер-ау, бірақ Нұржамал қабылдамауы мүмкін. Немесе ашу үстінде тағы біреулерге айтып салама, кім білсін. Лагерде де осы Ғазиза секілді бірен-саран әйелдер болмаса, кім көрінгенге сыр ашып, мұң шаға алмайсың. Маңайын толған жансыз салпаңқұлақ тыңшы. Өздері қиянаттың құрбаны болып жүріп, байқұстар біреудің үстінен донос сөз тасуға арланбайды-ау. Кіріптарлық адамға не істетпейді. Асып кетсе бір бөлке нан, бір кесек ет үшін сені сатып кетеді. Ал Дәмелі мен Ғазизаның терезесі тең. Мұңдары бір, ойлары ортақ. Екеуі бостандықта жүргенде де сырлас мұңдас болатын. Кезінде жоғары элитамен араласқан, талай қонағасы, банкеттерде бірге болған адамдар. Мереке мейрамдарда Кремльдегі дөкейлермен табақтас болған кездерді ұмытылған жоқ. Сондықтан бұларға ел ішінде болып өткен саяси жағдайлар да жақсы таныс еді. Өз еліміз, өз жерімізде жүріп, осындай қорғансыз мүскін күйге қалай тап болдық? Кеден болды. Кедергі неден болды деген сұрақ төңірегінде де бұл әйелдер көп сырласып, көп толғанатын. Кейбір жағдайларға көңілдері толмайды, ақылдарына еш сыймайды. Бұл жағынан ішінде өз күйеулері де бар. Қазақ атқамінерлеріне өкпелері қара қазандай. Сол азаматтар елге пана, жұртқа тұтқа бола алмағаны өз алдына. Тым құрса өз отбасын, бала шағасын сақтай алмады-ау. Айдың күннің аманында шеттерінен халық жауы болып, бүкіл әулетін өздерімен бірге құрдымға ала кетті. Бір кезде министр байымыз бар деп, алшаң басқан арулар бұл күнде көрінген айдауыл солдаттың қорлығына көнген алжир тұтқыны. Бір рет екеуара әңгіме үстінде көңілі нәзік Ғазизаның Дәмеліге қарсы дау айтқаны бар. Өзіміздің азаматтарды кінәлай беріп қайтесің? Бұл тек қазақтың ғана басына түскен іс емес, СССР деген тұтас елдің басына төнген зұлмат емес пе? Осындағы 10 мың тұтқының ұзаса, 1 мыңы ғана қазақ, қалғандары орыс, украин, еврей, Кавказ жұртынан.
Олардың күйеулері де халық жау атанып, әйелдері бізбен бірге лагерьде отыр. Өздерін қорғауға солардың сауаты жетпеді ма деп ойлайсың ба? Бұл сұрақ дәмелінде көңілінде жүрген түйткілдердің бірі. Ол бірде осының мәнісін Мәскеуден келген оқымысты орыс әйелдерінен сұрап көргенді. Атылып кеткен маршал Тухачевскийдің қарындасы Елизавета осындағы қазақ әйелдерін өзінше жақын тартып жүреді. Бір әрекеттікті дәмелі сол әйелді оңашалап: біз сияқты бұратана жұрт емес, Кремль өз орыстарын неге қуғындайды? Сіздердің билік басында отырған күйеулеріңіз бен ағаларыңыз қалай халық жауы атанып жүр деген мәселені қабырғасынан қойып. Бұған бас қатыратын не бар? Бәрі де белгілі емес пе, деді Елизавета бұған таңырқай қарап. Қазір Кремльдегі билік тым құрса орта білімде алмаған жалаңтөс дүмшілердің қолына көшті. Олар өздерінен ақылы асқан білімді адамдардың бәрін күдікпен қарайды. Қолымыздағы билікті тартып алады деп қорқып, олардан тезірек құтылғысы келеді. Ал бізше, бізден оларға ешқандай қауіп жоқ қой. Біздің елден ешкім билікке таласпайды. Сіздердің жөндеріңіз басқа, көріп жүрмін. Қазақтан да халық жауы көп шықты. Мақсат үкіметке қарсы сөз айтатын, көзі ашық адамдардың бірін қалдырмай құрту. Сонан соң қазақ даласын емін еркін билеу. Бұл дәмелінің көптен өз көңілінде жүрген жай болатын. Елизавета соның дәл үстінен түсті. Орыстар Кремльге бір табан жақын ғой. Қазаққа дүдамал көрінген дүние оларға ап-айқын. Иә, Лиза дұрыс айтады. Отаршылдар өз жоспарын қайтпайды ғой қашанда. Сонау патша заманнан бері көздеген нысандарына біртіндеп жақындап келеді. Жарылқайды деген большевиктердің сиқы мынау. Алдымен тап күресі, кәмпеске деп, қазақтың қолындағы 4 түлік малды бір сыпырып алды. Малдан кейін адамға ауыз салды. Күнкөріс малдан айырылған көшпенділердің көп ұзамай өздері аштыққа ұшырап жарым-жартылай жойылып кететінін отаршылдар іштей есептеп біліп отырды. Нәтижеде дәл солай болды да. Енді кім қалды күресетін? Құрып бара жатқан халқына араша түсіп, күңкілдеп, наразы болатын сол баяғы зиялылар. Олардың қолынан көп ештеңе келмес. Әйткенмен арам шөпті дер кезінде отап тастаған абзал. Бойында қаны, басында миы бар зиялыдан құтылса, соңында кілең мәңгүрттер мен малайлар ғана қалады. Енді мына дала сенікі. Кел де білгеніңді істей бер. Жарайды. Отаршылдардың жоспары солай-ақ болсын. Олардың түп ниеті о бастан кімге де болса белгілі ғой. Ал біздің атқа мінген азаматтар олардың иығына неге оп-оңай жығыла кетті? Алдамшы тәтті сөздердің ар жағында не жатқан сезбегені ме? Өз ұлтын көріне отырған апаттан арашалап қалудың орнына өз басының мансап қызметін күйттеп, қолына тиген майлы жілікке мәз болғаны қалай? Кімнің босағасында отырғаны, кімнің қолындағы қоршақ екенін аңғармай, қызыл тұлпар болып, арқырап қызыл сұңқар болып шарықтағаны несі? Алдындағы ақыл айтар аға, жол бастар көсем болмаса бір сәрі. Қазақтан шыққан шолақ белсенділер ағаның ақылын тыңдаудың орнына ұлт қамқоры болып жүрген алаш қайраткерлермен жауластау. Айтаққа еріп, алаш азаматтарын аяқтан шалғанын, шуылдап жүріп, соларды сахнадан тайдырғанына тау қопарғандай мәз болды. Біреулер ел қолында аша тұяқ қалдырмаған кәмпескені де 1932 жылғы ашаршылықты да Калашекиннен көрді. Иә, ол құжақтың қазақ жеріне апат алып келгені рас. Алайда соны Мәскеуден ат түйедей қалап сұрап әкелген жергілікті қазақ большевиктерінің өздері емес пе? 1925 жылғы советтердің соңғы сайлауында мардымды дауыс ала алмай, қызметтен шеттеп қалған коммунистер бірден от алып қамысқа түсті. Меңдешеві бар, Сейфуллины бар, Рысқұловы бар, Сталинге алма-кезек арыз жазып, ойбай, Қазақстанда октябрь төңкерісінің игілігін басқалар көріп жатыр. Большевиктерді қызметтен ығыстырып, билік басына буржуазияшыл ұлтшылдар келе бастады деп жар салғаны қайда? 1925 жылы Сәкен Сайфуллин Кремльде Сталиннің қабылдауында болып, өзінің қызметсіз қалған, өзі ғана емес, басқа коммунистерінде биліктен ығысқанын айтып, шағымданғаны қайда қоясың? Ал Тұрар Рысқұлов сол жылы сәуір айында Сталинге хат жазып, байшыл ұлтшылдардан көрген жәбірін айтып, Мәскеуден жедел көмек сұрады. Әлі күнге дейін алаш идеясын насихаттап жүр деп зиялылар топтасқан Ақжол газетінің жабуды өтінді. Кремльге керегінің өзі де осы еді. Сталин май сұрасаң міне құйрық деді де, сол жылы қыркүйек айында кезінде Ақпатшаны үй ішімен атып тастаған хандық қол
Голощекинді Қазақстанға әдейі жіберді. Бірақ ұжымы берік азаматтары тату тәтті саналы елдің ортасына келсе, жалғыз Голощекин не істей алар еді? Қанша қаскүнем, қанша қатыгез болса да, іргелі жұртқа түкте істей алмас еді. Оның алдында құрдай жорғалап, құлдай иілген тағы өзіміздің жағымпаздар. Сол баяғы басы бірікпейтін ошақтың ұшпыты. Қашанда ұлттың сорына, билеушілердің бағына құрылған ошақ қой бұл. Оның үстіне орнатқан тағың сөз жоқ, орнықты болады. Аққу шортан шаяндай үш жаққа тартқан жұртыңның қызғына қарайсында отырасың. Батыс, шығыс, оңтүстік бірінің үстінен бірі келіп арыз айтқанда, кімнің сөзін тыңдарыңды білмей дал боласың. Өздері мұндай шен құмар, мұндай мансапқор болар ма? Әр қайсысы жаңа басшының көзіне түсіп тәуір қызметке отырғысы келеді. Филипп Исаевич осындай бірін-бірі жамандап өсек тасушыларды бір ай бойы үзіліссіз қабылдады. Несін айтасың, рахат? Кім байдың баласы, кім алашорда мүшесі, кімнің дінге қатысы бар, кім ұлтшыл, кім түрікшіл. Аз уақыт ішінде қажетті мәліметтер алақанда жатты. Мынаны көргенде табиғатынан ұстамды Голощекиннің өзі қарқылдап күліп жіберген. Міне, саған отар керек болса, нағыз бос жатқан батпан құйрық. Міне саған теп деген шылқа май. Бір шетінен қиялай кесіп ал да қылықта бер. Ойпыр-ай, бұндайдай берекеден жұрдай алты бақан алауыз ел болады екен. Октябрь төңкерісінің иісі мыналардың танауына шынында да бармаған екен. Тап күресі мүлде жүрмеген. Филипп Исаевич бұларға көрсетеді әлі төңкерістің қандай болатынын. Осындағы шолақ большевиктердің өзі Рысқұловшина, Сейфуллиншина, Меңдевшина болып өзара қырқысады екен. Байқұстар, шинаның не екенін енді білетін болады. Бұл келердің алдында алашорда туралы совет үкіметінің кімнің қалай қарсы алғаны жайында мол мәлімет беретін. Тар жол тайғақ кешу атты кітап шыққан екен. Соны дереу орысшаға аударды да асын сызып тұрып оқып шықты. Осыдан кейін көп бөгелген жоқ, тап күресін жүргізуге, байқұлақтарды жоюға бірден кірісіп кетті. Ой ағымның дәл осы тұсына келгенде ішкі күйзелісін баса алмаған дәмелі. Ой Аллай, ертең күнін ойламайтын сәби бала секілді не деген аңқау, не деген ойсыз қамсыз ел едік деп қалай дауыстап жіберген өзі де аңғармай қалды. Не болды Дәмеш, тағы да өзіңді мүжіп, қалың елін қазағыңды шыжғырып келесің бе деді. Артта отырған Ғазиза күле тіл қатып. Тұтас елде емес, қазақтың атқа мінер азаматтарын ағаш атқа мінгізіп келемін. Олар не жазсаған, онсыз да еш жазықсыз халық жауатан құрбан болды емес пе байқұстар. Сол жігіттерді совет үкіметінің жауы деп емес, ұлт қамын ойламаған рушылдар, жікшілдер, өз басының мансабын ғана күйттеген шен құмар жағымпаздар деп соттаса, мен екі қолымды бірдей көтерер едім. Тағы да анау бір мәселені қозғап отыр екенсің ғой, деді Ғазиза жағдайға қанық екенін аңғартып. Кейде бір өзі екпе жарылып, өзара дауласу, іштей тартысу дәмелі басында бұрында болып тұратын. Бостандықта жүргенде не күйеуі Әмірбек екеуінің арасында талас тартыс аз болмайтын. Әмірбек үкіметтің оң қолы, министр, әлі де ештеңеден тауы шағылып беті қайтпаған большевик, ал дәмелі болса үнемі халық жағында жүретін еркін ойлы дәрігер. Дәмеліге ұлтшылдық сарын қайдан, қалай жұқты дейтін емес, ағасы, әкесінің інісі Алаш партиясының негізін қалаушылардың бірі Әлімхан Ермеков. Көзін ашып көргені Алаш қайраткерлері, естігені ұлт, халық тәуелсіздік, ал отаршылдарды қаршадай кезінен иттің етіне жек көретін. Рас, Әмірбекте Алаш идеяларын жоққа шығармайтын, ол да өз ұлтын жанындай жақсы көретінді. Бірақ ол өз халқын азаттыққа, теңдікке жеткізудің бірден бір жолы социалистік қоғам орнату деп түсінді. Сол үшін де совет үкіметіне жан тәнімен қолдады. Әмірбектің бір ерекшелігі ол басқалар сияқты рушылдық, жекшілдік дертіне шалдыға қойған жоқ. Жастау кезінде өзбек, тәжік арасында жүрді де, қазақ ішіндегі тақ таласына да бой салып араласпады. Ташкенттегі Орта Азия университетін бітірген соң, біраз жыл Тәжікстанда оқу ағарту халық комы болды. 30-шы жылдардың басында дәл сондай қызметпен Өзбекстанға ауысты. Әмірбек Қазақстанға 1933 жылы Голощекин кеткен соң жаңа басшы Мирзаянның шақыруымен келген. Амал не? Ол дәуір ұзаққа созылмады ғой. Опасыз дүние деген сол әнекей. Басқаны былай қойып, сол ел қамқоры болған Левон Мирзиян да халық жауы болып атылып кетті. Ал әйелі Юлия Федоровна көрінеу қиянатқа төзе алмай,
есінен адасып ақыры Қызылорданың түрмесінде өлді. Обалы кәнеке, Әмірбек Алматыға келісімен қазақтың оқу ағартуы мен мәдениетіне бар жанын салды ғой. Бұрын қолға алынбаған талай жұмысты тыңнан бастады. Қазақтың алғашқы университетін ашу, опера театрын іске қосу, консерватория ашу, жазушылардың бірінші құрылтайын өткізу, Мәскеуде өтетін қазақ өнері мен әдебиетінің онкүндігіне дайындалу. Дәмелі өз көзімен көрді ғой. Күндіз түні дамыл болған жоқ. Бірақ еткен еңбектің өтеуі қолма-қол қайтып жатты. Қазақ мәдениеті мен өнері қарыштап дамыды. Мәскеудегі қазақ мәдениетінің онкүндігін қапысыз дайындаған үшін Әмірбекке еңбек қызыл ту орденін берді. Бұл 1936 жылы болатын. Ал 1937 жылы сөйтсе бәрі алдамшы ойын екен ғой. Жас баланың қолына кәмпит ұстатқандай бірдеңе. Биыл орден тағып марапатта, келесі жыл еш жазықсыз түрмеге қамап, арада тағы 3 ай өткенде халық жауы деп сотсыз сұрақсыз атып таста. Бұл не сонда? Қорлау ма, мазақ па, әлде қазақты мал орнына көріп басынғандық па? Жау, халық жауы, қайдағы жау? Кімді алдайды? Кімді ақымақ санайды? Әттең, Әмірбекпен тағы бір мәрте кездессе ғой шіркін. Екеуі саяси тақырыпта көп дауласушы еді. Енді соның қорытындысын шығарса, Әмірбек онда болашаққа сенімді оптимист. Совет үкіметіне шаң жуытпайды. Дәмелі болса қашанғы әдетінше ұлт мүддесін жақтаушы. Мәскеудің өзімшіл өктемдігіне тіс тырнағымен қарсы. Әмірбек кейде жеңіліп бара жатса, әй, Алаштың қиқар қызы қоясын ба жоқ па? Не істейсің? Күш біздің қолымызда деуші еді, қарқ-қарқ күліп. Әмірбек өзін ұстап әкетіп бара жатқанда да алда әділетсіз жаңа күтіп тұрғанына сенген жоқ. Ол заң орындарынан кеткен жаңсақтық, ертеңі қайтып келемін деп кеткенді. Бірақ содан қайтып оралмады ғой. Егер Дәмел дәл қазір күйеуімен жолға қалса, ал министр жолдас қалай екен? Кімнің болжамы дәл шықты? Өзің жақтаған үкімет сенің адалдығыңа неге сенбеді? Алдауға қалай түсіп қалдыңдар деп сұрар еді ау шіркін. Бұлар торы аттың мимырт аяңымен лагер орталығына күн еңкейе зорға жетті. Тікенекті сыммен қоршалған зонаның қақпасында қарулы күзет бар. Соған құжаттарын көрсетіп ішке өтті. Зонаның іші қаптаған барақ. Аурухана, асхана, тігін фабрикасы, балабақша, монша да осының ішінде. Қоршаудың төрт бұрышындағы мұнара басында да қарулы күзет тұр. Дәмелі алдымен Нұржамалды ауруханаға орналастырды да, сонан соң атын доғарып өз барағына бет алды. Ал Ғазиза балабақша қарай жүгірген. Бақшада оның Рита дейтін 4 жасар қызы бар. Қар қаншалық қалың жауып, қыс қаншалық қатты болғанмен, биыл арқа өңірінде көктем ерте шықты. Наурыздың соңын ала қалың қар тозығы жеткен көрпедей әр жерден шұрқ-шұрқ тесіліп, кірленкіреп біраз жатты да, сәуір туа елеусіз ғана еріп кетті. Жазық далада қар суы әлдеқайда сарқырап аққанда жоқ. Шашау шықпай қара жерге сіңіп жоғалды. Биыл жер ананың омырауы ейіп тұр, иншалла. Өнім жаман болмас десті білетіндер. Күн жылынып, көктемнің бұлай ерте шығуы бәрінен бұрын қыс бойы бүрсеңдеп, тоңып шыққан тұтқын әйелдерге көрім болды. Аяқтағы шұрықтарын үстеріндегі шоқпықтарын тастап, әжептәуір жеңілейіп қалды. Әттен көктем шыға, қынай бел гүлді көйлек киіп, біз өкше туфлимен балтырларын жарқыратып жүруге жағдай жоқ. Әйткенмен дала төсінде жарыса бүрлеген изе мен жусан, қарағаймен тобылғы тәрізді әйел затында да бір жаңғыру тілеу, алабұртқан көңілдің көбеңсуі білініп тұрар еді. Алайда күн қабағы жадырағанмен үкіметтің өңі жылған жоқ. Сол баяғы қатулы қабақ, қамау қапас. Қамаудан шықсаң алдыңда ауыр еңбек күтіп тұр. Міне, автомат асынған 10 шақты солдат овчарка иттерін арсылатып, бірнеше 100 әйелді лагер қақпасына шығарып барады. Бұлар көктемгі егіс жұмысына бара жатқандар. Бет алыстары алыстағы егіншілер қос емес, таяу маңдағы көкөніс алқабы. Іргедегі үйреншікті өңірге у-шусыз бұлай-ақ бара салуға болар еді. Атамаңыз, бұлай етуге әсте болмайды. Қару кезеп, ит үргізіп, әр жолы осылай шулы науқан көтеріп, үкіметтің қаһарын, тұтқындардың кіріптар халін бұлайғы жұртқа көрсету керек. Иықтарына кетпен күрек, төсек көтерген 500-дей әйел төрттен тізіліп қақпадан ұзап барады. Лагерде 10 мыңға жуық тұтқын бар. Тегін жұмыс күші, шаруаның әр саласына қаншадан адам шығарам десе де еркін жетіп тұр. Бірер мыңы тігіншілер цехында, 1000-ға жуығы құрылыста, 500-дей алыстағы егіс даласында, бірнеше жүзі фермадағы мал соңында,
бұлардан басқа құс фермасы, шошқа фермасы, асхана маңында жүргендер қаншама. Мал бағатындар негізінен қазақтар. Көшпенділер ұрпағы осы кәсіпті жақсы біледі деп, оларды осында әдейі бөлгенді. Тұтқын әйелдерді улатып, жылатып, жау тигендей бөріктіріп жүрген сол баяғы қарауыл бастығы Мазепа. Әлгі өткен қыста арқыма көнбедің деп Нұржамалды қой қорада діңгекке таңып қоятын Мазепа ше, міне сол жендет астындағы кертөбелмен тұтқындар тізбегінің алды-артын орап, олай да бұлай шапқылап жүр. Дүниенің бар ауыртпалығы соған түсіп тұрғандай қатты қарбалас үстінде. Қолда қамшы, ауызда боқтық. Айдауыл солдатқа не тұтқын әйелдерге арнаған белгісіз әке-шешеден тартып сіміртіп жүр. Әлде қалай артта қалып қойған не саптан шыққан әйел болса, ұзын бекішікпен жондата шықпыртып өтеді. Тұтқының шаңы қауып, құлап түскен не қайқаңдап безе жөнелген көру оған біртүрлі рахат. Жалпы халық жауларының қорлау, қинау, таяққа жығу Мазепаның ең сүйікті кәсібінің бірі. Оны және біреулерге жағынайын, не болмаса көзге түсе қояйын деп істемейді. Жаратылысы солай. Бай құлақ десе, оқымысты зиялы десе, отанын сатқан халық жауы десе, қаны қатып қалады. Бұларға жер басып тірі жүрудің өзі артық. Шетінен атып, асып, құрту керек деп кіжініп жүргені. Кейде тұтқын әйелдерге, сендер де мұнда өзге жұрттан бөлектеп, неге қамып отыр деп ойлайсыңдар. Қоғамды кір қоқыстан тазарту үшін қазір қандай рахат, қоғам да таза, ауа да таза. Совет халқы емін еркін тыныстауда. Сендерді тірі қалдырған себебіміз бізге жұмыс күші керек. Бір тиын шығын шықпайтын тегін жұмыс күші. Осыны ойлап тапқан Сталин жолдас қандай кемеңгер деп лекция оқитыны бар. Оқымаған надан адамдарда болатын көбіауыз бөспеліктің Мазепа да құралақан еместі. Кейде ішіп алған кездерінде бір өзіне 10 мың әйел қарайтын дүниеде менен басқа кім бар екен? Мұндай байлық түрік сұлтанында да, араб әмірінде де болмаған шығар деп мақтанатыны бар. Айтса айтқандай, осы Мазепаның әйелден салымы жоқ деуге тағы болмайды. Кейде қорқытып, кейде үркітіп, кейде таяққа жығып, тіпті болмаса ішер астан қағып жүріп-ақ ең асау деген әйелдердің өзін қолға түсіреді. Адамға кіріп тарлық не істетпейді. Аштықта бір бөлке нан, бір кесек ет, бір шөлмек арақ үшінде Мазепаның дегеніне көніп қалады. Оның үстіне әлі 30-ға да іліне қоймаған жас әйелдің тән зәрулігі тағы бар. Моральдық ұстамдылық дейсіз бе? Ол да қатып қалған нәрсе емес екен. Күйеуінің әлдеқашан атылып кеткенін естіген жас әйелдің кейде тағдырға ерегісіп, осылайша әлдекіммен өш алатыны бар. Алайда Мазепада нысап жоқ. Кей қуат қылды кесірді, екі аяқ көсілді дегендей, осындай молшылыққа кекірлеген қарауыл бастығы кейінгі кезде әртүрлі өнер шығара бастады. Ол келе-келе кілең атақты әйелдерді торылдайтын болған. Әншілер, бишілер немесе халық жауы болып атылып кеткен бұрынғы министрлер мен секретарлардың, генералдардың әйелдері. Солардан есе қайтарып, кек алғысы келеді де тұрады. Өмірде қолың жетпейтін, үш ұйықтасаң түсіңе кірмейтін арулардан тояталы ол да бір ғанибет. Бұл да Мазепаларға уақыттың тартқан сыйы. Міне, ол қазірде шұбырынды топтың алды артын шолып келеді. Күн жылына жеңіл киінген бәденді жас әйелдер көңіл құртын қоздыра түскендей. Мазепа қарауындағы супер сұлуларды түгелге жоқ түстеп танитынды. Әне, маршал Тухачевскийдің қарындастары Елизавета мен Галина кетіп барады. Қанша дегенмен дворян отбасынан шыққан жандар ғой. Жүріс-тұрысы, өздерін ұстауы мүлде бөлек. Олардың соңын ала әйгілі бишінің анасы Рахиль Плицецкая бара жатыр. Қандай фигура, неткен мүсін. Ондай перизаттың құшағында жатып армансыз өліп кетуге де болады. Оның қатарында атақты әнші Лидия Русланова кетіп барады. Сұлу-ақ қатын қойған тұрған. Амал не, қол жетпейді. Әлде жоғары жақта бір ілігі бар ма? Тым тәкаппар, тым асау. Ал мыналар өзі білетін Наталья, анау Татьяна. Жергілікті қазақ әйелдерді жаман емес, қызулы, құшырлы екенде дау жоқ. Бірақ өздері тым тағы, жабайы мысық секілді. Мал бағып жүрген қойшы қатындардың өзі атырынып тұрады. Өткенде фермада қонақ болып біраз көңіл көтерген соң, шөп қорада жүрген қойшы қатынға қол жүгірткен сол еді, қолындағы темір ашамен жарып тастай жаздағаны әлгі қаншықтың. Артынан өзі де сазайын тартау, құрысын. Содан бері дала тағыларынан көп жаламайтын болды. Мазепа бұдан әрі әйелдер маңында көп бөгелген жоқ. Қоралы қойды көргенде сілекейі шұбырған көкжал бөрідей
кезекте тұрған өз жеміне сұқтана бір қарады да екі қырдың астындағы дәнді егіс алқабына қарай желе жортып жүріп кетті. Лагерге таяу бір ойпатта көрші колхоздың бір қора қойы жатыр екен. Қойшыларына қамшы үйіріп бұл маңға жақындамауды ескертті. Әсілі қазақтарға сенім жоқ. Не үшін екен? Осы қазақтардың тұтқындарға бүйрегі бұрып тұрады. Былтыр қыста қызық болды. Мазепа 200-дей әйелді бастап барып, лагер маңындағы бір көлде қамыс орғызып жатқан. Қамыс әрі отын, әрі құрылыс материалы. Көлдің қарсы бетінде қой қайырып, 2-3 әйел мен балалар жүргенді. Көрші ауылдың адамдары. Бір мезгілде әлгі балалар мұз үстімен таяп келіп, тұтқын әйелдерге тас лақтыра бастады. Өз тіліндерінде тұтқындарды яқтап боқтайтын сияқты мау. Лақтырғандары жұдырықтай жүзіктер, ақшыл тастар. Мазепа, мына қазақтың қаршадай балаларды халық жауларын жек көреді екен-ау деп масайрап қалған. Бәрі соңынан мәлім болды ғой. Іштеріндегі бір жансыз келіп мәлімдеді. Манағы балалардың лақтырғаны тас емес, құрт екен. Кәдімгі қой сүтінен жасалған ежегей құрт. Амал не? Әлгі жаутыма қазақтар сол жолы құлықтарын асырып кетті. Әйелдер майлы құртпен жүрек жалғап, қаужаңдап қалды. Қарауыл бастығы бүгін көңілдеді. Кеше Алжирге бұлардың үстінен қарайтын Карлактың басшылары келген. Қастарында Мәскеуден келген лауазымды өкіл бар. Басшылар әйелдер лагерінің жұмысына жоғары баға берді. Бұл жақтан лагер бастығы Баринов пен саяси бөлім бастығы Мишин сөйлеп есеп берді. Майор Мишин қарауыл қызметін сөз еткенде Мазепаны озаттар қатарында атады. Түбінде дуалы сөз Мишиндікі ғой. Ал полковник Баринов болса басынан бақ тайып төмендеп жүрген адам. Айтпақшы, Мәскеуден келген өкілдің сөзі қандай керемет. Ешкімнің бет жүзіне қарамай, қорықпай сөйлейтін-ау сабазың. 10 мыңдаған халық жауларын Қазақстанға жер аудару арқылы біздің партия бір оқпен бірнеше қоянды қатар жығып жатыр. Біз бай құлақтар мен зиянды зиялыларды ел ішінен аластап қана қойған жоқпыз. Тағы бір жағынан ең қалған қазақ даласын егеріп, тың көтеріп жатырмыз. Біз бұл даланы өз тұрғындарынан сол үшін тазартқанбыз. Өмір сүруге икемсіз, болашағы жоқ жандар 1932 жылы тірлікпен қош айтысқан. Соның бәрі не үшін деп ойлайсыздар? Орыс әулеті үшін, большевиктердің жасампаз ұрпағы үшін. Қандай жалынды сөздер. Тыңдап отырғанда қуаныштан көзіңе жас келеді. Тәйірі, мұндағылар не біледі? Кремльде отырғандар бәрін алдын ала ойлап шешіп қойған екен ғой. Мұндай өкімет үшін өліп кетсең болмас па? Иә, айтса айтқандай, біз тың көтеріп жатырмыз. Алғашқы тың көтеруші қарлығаштармыз. Бәсе, бұл даланың байырғы халқы қайда кеткен деп таңданып жүрсе, оларды бір тал оқ шығармай-ақ жойып жіберген екен ғой. Қазір сай-сайда ескі қыстау маңында шашылып жатқан адам сүйектері. 1932 жыл болса, тіпті бертінде қазақтарды осыдан 10 жыл бұрын аштық жалмаған екен-ау. Міне, соның жемісін біз көріп отырмыз деп толғанды Мазепа. Кеше Карлак басшылары айтып отыр. Қазір Карлак пен Алжирдің иелігінде 1,5 миллион гектардай тың игеріліпті. Осы маңдағы қазақ байларынан тәркіленген малдың есебінен гигант совхозы құрылған. Қазір онда 40 мың қой, 25 мың ірі қара бағылып жатыр. Өткен жылы ғана 50 мың тонна картоп, 30 мың тонна астық жиналыпты. Сөйтіп Карлак пен Алжир өздерін ғана қамдап қоймай, ішкі Ресейдің бірнеше қаласын қоса асырап отырған көрінеді. Осыны естігенде көкірегінде мақтаныш кернемегенде қайтеді. Мазепа өз тағдырына дән риза еді. Әкесіз, некесіз туған тұлдыр жетім осындай дәрежеге жетем деп ойлады дейсің бе? Бәрі де совет үкіметінің арқасы әрине. Не керек? Большевиктер осы сияқты талай жетімді ұшпаққа шығарды ғой. Мазепа портты қала Одессада туып өсті. Шешесі жағалаудағы асхана кабактардың бірінде ыдыс-аяқ жуушы, әрі еден сыпырушы болып күн көретін. Ал Мазепаның әкесінің кім екенін ешкім білмейді. Оның сапырысып жатқан қай теңізшіден пайда болған басқалар түгіл шешесінің өзі де айтып бере алмас еді. Әйтеуір кезекті бір көңіл көтерудің жемісі. Бір тәуірі Мазепа бала кезінде тамақтан тарыққан жоқ. Шешесі екеуі асхананың жуынды шайында қалдық тамақтарын талғажай етіп жан сақтады. Нағыз тозақ шешесі өлген соң басталды ғой. Байқұстың не кінәсі болды екен? Шешесін біреулер жағалауда өлтіріпті де, сырадан босаған бөшкелердің біріне тығып кетіпті. Сірә бір-бірінен қызғанған мас матростардың ісі болса керек. 7 жасар қорғансыз Мазепа баспанасыз көшеде қалған. Біразға дейін баяғы үйреншікті асханада қолбала болып, тамағын асырап жүрді. Сөйтіп жүргенде ақ пен қызыл соғысып, Одессада совет үкіметі орнай қалмады ма?
көшедегі панасыз балаларды жинап жетімдер үйіне өткізіп жатқан кез. Бір күні іздегенге сұраған Мазепада детдомец болып шыға келді. Жасасын совет үкіметі, жасасын жетімдер үйі. Әсілі совет үкіметіне шын берілген нағыз патриоттар некесіз, әкесіз жетімдер үйінен шығады. Амал не? Мазепа оқуға қырсыз болды. Егер сол беті сатылап оқи бергенде, ендігі дөкейлердің бірі болып отырар ма еді, кім біледі. Бастауыш класстан кейін оқуды мүлде доғарған. Теңізші матрос болды. Одан НКВД қызметіне ауысты. Біреулер мұны тым қатыгезсің, мейір шапағат дегенді білмейсің деп кінәлайды. Сол да сөз бе екен, өмірі ешкімнен мейір шапағат көрмесе, ондай қасиет бұған қайдан жұғады? Мазепа бала кезінде адамдардан не алса, соны қазір өздеріне екі есе қылып қайтарып жүр. Ол қырдағы егіс алқабына барып, оталмай жатқан ескі трактордың маңында біраз бөгелді. Бұл істеп отырғандарың саботаж. Көктемгі жердің дымы кеуіп кетпесін деп, сендер әдейі тоқтайсыңдар деп, тракторшы тұтқының шаңын қақты. Содан айқай сүреңмен тракторды іске қосқандай болып, біраздан соң аттың басын кері бұрды. Сол беті көкөніс алқабына келген. Әйелдер күрекпен ойып, тесеме шауып, енді біреулер тырмамен тарақтап, атсыздарды ұрық себуге дайындап жатты. Тұтқын әйелдер арасында көкөніс егудің мамандары, агрономдар да бар. Бірақ оларға сенуге болмайды. Қастық жасау мүмкін. Қадағалап, жол сілтеп, қаузап отыру керек. Өне ойы күрек басып кетпен шабуға белдер шыдамаған аш аламан әлсіз әйелдердің бір тобы арық жағасында тізе бүгіп дамылдап отыр екен. Соларға барып соқтықты. Бұл не отырсыз? Әдейі саботаж жасап отырсыңдар ма? Мына алқаптың топырағы құрғап, ертең ештеңе өнбесін дейсіңдер ғой. Білеміз, халық жауларының арам ойын. Сонан соң ит жетектеп, аты жағалап жүрген қарауылдарды қуырды. Сендер не бітіріп жүрсіңдер? Қатындардың бөксесіне қараймыз деп бастарың айналып қалғаннан сау ма? Қырағылық, сақтық деген қайда? Күн ыси бастағанға елдер сырт киімдерін шешіп, кейбіреуі жеңіл көйлекпен, енді біреулер күнге кию үшін жартылай жалаңаш жүр екен. Мазепа көзін тайдыра алмай сұқтанып қалды. Сол жақтан танауы қытықтаған бір жағымды иіс келетін сияқты. Бұлар көктем шығысымен күйлей бастайды деді ол ішінен. Жазбен бірге құлпырып шыға келетінін көрдің бе? Өздері шеттерінен сұлуақ. Халық жаулары да біледі ғой, кілең мүсінді, бәденді әйелдерді қалай таңдап алған десейші. Жауларды құр қамағаннан, атып асқаннан кек қайтпайды. Ең алдымен олардың жесірлерін қаратып алу керек. Әйелдің тән құмары қанса, сүйген жарларын әлі-ақ ұмытып кетеді. Өзінің бүгін кеште кімнен тояталарын ойлап, тәтті қиялына мас болған Мазепа атын басын лагерге қарай бұрды. Дүние бұлай аяқ астынан астан-кестен аударылып, апатқа ұшырайды деп кім ойлаған? Өмір өз ырғағымен баяу жылжып өтіп жатқанда, бай құлақтар тап ретінде жойылып, кедей шаруа жерге ие болды. Өнеркәсіп, зауыт, фабрика дегеніңіз ортақ мүлікке айналып, өзінің даму жолына түсті. Одақтас 15 республикадан тұратын СССР деген алып ел жер шарының 6-дан 1 бөлігін өзіне қаратып, бауырына басып жатты. Тәңірім-ау, біздің мемлекетке осыдан артық не керек еді? Солай бола тұра осы елді жеке дара билеген жалғыз партия өз ішінен неге іріді? Октябрь төңкерісінің 20 жылдығын тойлаймыз деп отырғанда, мына халық жаулары деген пәле қайдан қаулап шыға келді? Міне, осы сұрақтар ғой генерал Бариновтың түбіне жеткен. Әйтпесе Сергей Васильевич совет үкіметін жан тәнімен сүйетін, Сталин десе жанын қиюға әзір, жалаңтөс белсендінің бірі болатын. Соған орай қызмет дәрежесі сатылап тез өсті. Азамат соғысына бастан-аяқ қатысқан Баринов кейін Қызыл армиядан ішкі істер жағына ауысты. Өзі ауысқан жоғау партия солай ұйғарды. Бәрі де сәтті жүріп жатқан сияқты еді. Ақыр соңында Калинин облыстық НКВД-ның бастығы болып жоғарылаған. Тасы өрге домалап тұрған кезде генерал Баринов бұлайша қазақ даласындағы Алжир лагерінен бір-ақ шығам деп ойлап па? Тұтқын емес, әрине, осы лагердің жа деген бастығы, бірақ соның қанша айырмасы бар дейсіз? Күндіз түні түрме маңында болған соң, сен де тұтқын емессің бе? Алдымен 30-шы жылдардың басында Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухариндердің үстінен сот болып, оларды өлім жазасына кесті. Бәрі де жау, үкіметке қарсы, партияға дұшпан. Япыр-ау, бұл қалай болғаны? Октябрь төңкерісін Ленинмен бірлікте осылар жасаған жоқ еді, деп таң-тамаша болды Баринов. Алайда ат төбеліндей шағын адамдарға бола бәлендей бас қатыра қоймады. Бәлкім партия ішінде жолдары қиыспаған болар. Сталин жолдас қателікке жол бермес деп қоя салған.
Арада 3-4 жыл өтпей Қызыл армияның басына да бұлт үйіріле бастады. Жоғары шенді офицерлер арасынан троцкийшілдерді іздеуге кірісті. Атты, айтты, айтпады. Қызыл армияны алғаш жасақтаған кісі Троцкий ғой. Ол төңкерістен кейін ұзақ жыл әскери істер халықкомы болды. Жоғары шенді командирлер арасында Троцкийдің қамқорлығын көргендер оған бүйрегі бұратындар аз болмауға тиіс. Алайда мәселе Троцкийдің өз басымен бітсе жақсы ғой. Мына істеп отырғаны тіпті сорақы. Айналдырған 5 маршалдың 3-еуі бір мезгілде ұсталып, қолма-қол атылып кетті. Тухачевский, Блюхер, Егоров. Кешегі азамат соғысын қолдан көтерген, Қызыл армияны өз қолдарымен жасақтаған, шетінен шаңырақ мүйіз қолбасылар. Баринов осылардың ішінде әсіресе Тухачевскийді жақсы біледі. Түстіктегі Деникин армиясына қарсы шайқаста оның қол астында жүріп соғысты. Кейін ол алғашқы әскери академияға бастық болғанда, бұл сонда түсіп оқыды. Соңғы жылдары Тухачевский бас штаб бастығы, сонан соң қорғаныс халықкомының бірінші орынбасары болды. Ол Александров училищесін небәрі 21 жасында бітірген. Әскери саладағы аса білгір теоретиктердің бірі болатын. Өз басы дворян әулетінен шықса да, совет билігін шын жүректен жақтаған адам еді. Сол Тухачевский халық жауы болса, сонда армияда іске татыр кім қалады? Қайран Михаил Николаевич әлі жап-жас еді. Егер тірі болса, биыл небәрі 50-ге келетін еді. Ал маршал Блюхерді азамат соғысын басынан түгел өткерген адам. Өзі тақыр кедейден шыққан, Колчактың Дутовтың армиясын талқандаған. Шығыс Сібірді азат еткен кісі. Кейін ұзақ жыл қиыр шығыс әскерінің бас қолбасшысы болып тұрды. Кезінде Жапон армиясын шығыс өлкеден айдап шыққан атақты қолбасы енді келіп, Жапонияға агент болып мыс дегенге кім сенеді? Ол да жас кетті. Небәрі 47 жасында жазықсыз атылды. Мәселе маршалдармен бітсе жақсы ғой. Көп ұзамай генералдарға ауыз сала бастады. Одан кейін кезек полковниктерге жетті. Сенесіз бе? Генералдардың 80% оққа байланса, полковниктердің 60% жау болып түрмеге жабылды. Және осының бәрі қай кезде істелді дейсіз ғой? Германияда Гитлер билік басына келіп, фашизм шығысқа көз алартып тұрған кезде істелді. Генерал Бариновтың өзін ұстай алмай қалған кезі міне осы тұс. Біраз уақыт жанын қоярға жер таппай азапқа түсіп жүрді де, бір күні отыра қалып Сталинге хат жазды. Бұл қалай болғаны, Сталин жолдас? Егер қызыл командирлердің 70-80% шетел шпионы болса, бүгінгі дейін отанымызды кім қорғалып келген? Күні ертең фашизм шабуыл жасаса, бізде әскери бастайтын сенімді адам қалды ма деген мазмұнда. Кешікпей халық жау ретінде ұсталатынына, тіпті ел қатарлы атылып кететініне еш күмәні жоқ еді. Бұл оның өзіне әділетсіздікке қарсы шығып, өзін құрбандыққа шалған түр еді. Бір қабат түрме киімдерін шамаданға салып, үсті жабық қара машинаның келуін асыға күткен. Егер жоғарыға наразылық хат жазған елден ерек жалғыз Баринов болса, өзі күткендей бұл да қарауылға ілініп-ақ тұр еді. Оның бағына дәл осы күндері Кремльге наразы хаттар жауып кетіп, бұларға не шара қолданыларын білмей, басшылардың естері шығып жатқанда, апырау, бұлар неғып кешігіп жатыр деп, Бариновтың өзі алаңдай бастаған. Белгісіздік азабын тартқызып, арада бір ай зорға өтті. Бір күні жоғарғы бас штаб бұйрық беріп келіп тұр. Генерал Бариновтың шені бір дәреже төмендетіліп, Қазақстандағы лагерлердің біріне басшы етіп жіберілсін депті. Соған қарағанда сірә қолынан іс келетін адамдардың көбі сотталып кетіп, мұндай жұмыстарға қадір жетіспей жатса керек. Сонымен бұрынғы генерал бүгінгі полковник Бариновтың Алжир лагеріне басшы болып келгеніне де 3 жылдың жүзі ауып барады. Мына заманда бұғанда шүкіршілік етпеске амал жоқ. Сол мыңдаған жазықсыз құрбандардың қатарында мұның да маңдайына ып-ыстық қорғасын қадалса қайтер еді. Немесе итжеккенге айдалып, Колманың меңіреу түкпірінде үсіп жаурап күн өткізсе не болар еді. Олардың қасында байтақ даладағы бір лагердің тізгінін ұстау жарым патшалық емес пе? Өзің би, өзің қожа. Қол астында жүздеген қызметші, бір батальонға жуық әскер бар. Лагердегі негізгі жұмысты солар атқарады. Ең кереметі, мұнда тұтқынның өліміне ешкім жауап бермейді. Тек бұзақылар бүлік шығармаса, не бір жаққа қашып кетпесе болғаны. Лагерлер тарихы Бариновқа бұрыннан таныс. Әр өлкеден шыққан бай құлақтарды қапаста ұстау үшін 1931 жылы Қарағанды лагері құрылған. Ал орталық НКВД бас штабының 1937 жылы 15 тамыздағы нөмірі 00486 қаулысының негізінде Алжир іске қосылды.
Кезінде ол бұйрық КПСС орталық комитетінің саяси бюросында бекітілді. Демек бұл мемлекет бойынша қанша адамның халық жауы болатыны, олардың әйелдер мен отбасы мүшелерінің тізімі алдын ала жасалып, жоспарланып қойылды деген сөз. Сол қаулыдан кейін алғашқы жарым жылдақ халық жаулары шетінен ұсталып, небәрі 2-3 айдың ішінде үкімдері шығып атылып кетті де, олардың әйелдері мен отбасы мүшелері лагерлерге айдалды. Балалардың 15 жастан асқандары жау ретінде түрмеге қамалды, одан кішілері жетімдер үйіне өткізілді. Алайда Сергей Баринов сол халық жауларының да олардың әйелдерінде еш кінәсі жоқ екенін жақсы білуші еді. Әсіресе әйелдері. Тәңірім-ау, әйелдердің не жазығы бар, тіпті күйеулері кінәлі болғанның өзінде әйелін қоса соттауға бола ма екен? Отбасы телім-телім болып, балалары басы ауған жаққа тентіреп кетті ғой. Ондай мейірімсіздік СССР-ден өзге бірде-бір елде болмаған шығар-ау. Сонда бұл не? Өз еліңді өзің қасақана тоздыру ма, әлде геноцид па? Геноцид болса, Кремльде отырғандар оны кімдерге қарсы қолданбақ? Кімдерді түп-тұқиянмен құртып жібермек? Бір нәрсенің басы ашық. Не үшін екен? Әйтеуір билік басында тұрғандар талантты, дарынды, білімді адамдарға өлердей өш. Жалпы зиялы жұртты суқандары сүймейді. Өздерінен ақыл асып тұрған үкіметтің әр қадамын аңдып, арам ойын, қулық сұмдығын сезіп қоятын көзі ашық адамдардан құтылғысы келеді. Солардан құтылса әрі қарай рахат. Аш-аламан, надан жұртты қалағанша билеп төстемек. Өздері көсем, өздері шешен. Троцкий де, Бухарин де, Тухачевский де сол үшін жақпай қалды бұларға. Басқа да халық жауларының қаптап кетуі содан. Ал әйелдерші, бұл сол шаңырақтың отын біржола өшірудің амалы. Балаларын жетімдер үйіне өткізіп, өз тегінен ажыраған жаңа сортты адамдар тәрбиелемек. Арам шөпті түп тамырымен отау дейді мұның атын. Бір лагерде жазасын өтеп жүрген 10 мың әйел. Және қандай әйелдер десейші, талғамы биік, білігі жоғары, элитаның әйелдері ғой шетінен. Бәрі де оқыған, тәрбиелі, нәзік сезімді сұлулар. Рас, ауыр еңбекті жүріп жүдеген, жасыған, қорланған. Алайда сол 40 құрау шоқпыттың ішінде кезінде қандай адам болғаны көрініп тұр. Министрлердің, обком хатшыларының, генералдардың, ғалымдар мен жазушылардың кезінде таңдап қосылған нақ сүйер жарлары. Халық жауларының әйелдері ғана емес, лагерде олардың аба қарындастары да бар. Маршал Тухачевскийдің Елизавета мен Галина атты 2 қарындасы жүр осында. Бұл отбасында қазір аман қалған ешкім жоқ. Маршалдың Николай мен Александр деген 2 інісі бар еді. Ағасы атылған соң олар да қолма-қол Сібірге айдалды. Ал әйелі Нина Евгеньевна басында Астраханьға жер аударылып еді. 1941 жылы оны да Мәскеуге келіп атып тастады. Маршалдың анасы Лавра Петровна осыдан 2 жыл бұрын Ақтөбе түрмесінде өлді. Светлана атты 10 жасар қызы ғана қалған. Ол қазір Свердловск домдарының бірінде жүрсе керек. Бұларды жақсы білетіні кезінде Баринов бұл отбасымен етене араласқан. Маршалдың анасы Лавра Петровнаның қолынан талай дәм татқан. Ал лагердегі әйелдер арасында кімдер жоқ дейсің? Білікті ғалымдар, жоғары білімді дәрігерлер, экономистер, агрономдар, мал мамандары, әншілер, музыканттар. Соларды мына қу медиен далаға келіп, лагерге қамағаннан не ұтты үкімет? Оларды жау деп қуғындамай-ақ, мамандығы бойынша мемлекет қызметінен шексе, әлдеқайда көп пайда келтірер ме еді? Талантты маршалдар мен генералдардың 3 жылдың алдына өз қолымен құртқан Сталин 1941 жылы немістер тұтқындан шабуыл жасағанда есіне танып бір апта үйіне шыға алмай қалғаны Бариновқа жақсы мәлім. Сталин басын көтере алмай жатқанда соғыстың басталған халыққа амалсыздан Молотов жариялады. Соғыста әскер бастайтын адам таппай, кім көрінгенді командир етіп қойды. Лейтенанттар батальон басқарса, полктың тізгінін майорлар ұстады. Сасқандарынан Сібірде қамауда жатқан Рокоссовский бастатқан полковниктерді жалынып жалпайып шығарып әкелді. Абырой болғанда Мәскеу түбіне дейін төніп келген жаудың беті қайтты әйтеуір. Немістерге бөгет болған бір жағынан орыстың қақаған қысы болса, немістер Мәскеуде шайды басып аламыз деп жаздық киіммен шыққан ғой. Екінші жағынан миллиондардың төгілген қаны. Сталин совет адамдарын аяған жоқ. Жаудың келер жолында көсек көлденең төсеп тастады. Соғыс басталған алғашқы жарым жылда 4 миллионға жоқ қызыл әскер неміске тұтқынға түсті. Масқара болғанда біз сол тұтқынға түскен өз адамдарымызға көмек қолын созбадық қой. Сталин совет солдаты жауға тірі бермейді. Қолға түскен тұтқындар емес сатқындар деп жариялады.
Басқа мемлекеттер Қызыл Крест арқылы өз тұтқындарын киім-кешек, азық-түлікпен қамдап, босатып алу қамына жүргенде, Совет үкіметі өз азаматтарына безіп шықты. Бұл да бұрын-соңды ешбір елдің тарихында болмаған сұмдық еді. Сергей Баринов қазір өзін екі оттың арасында қалғандай сезінеді. Бір жағында жан баласына аяушылық жасамайтын қанды қол үкімет, екінші жағында титтей кінәсі жоқ, жазықсыздан жазықсыз қорлықта жүрген нәзік жанды әйелдер. Қайтпек керек? Жоғарының бұйрығын орындауға міндетті. Сонымен бірге осындай жазықсыз жапа шегіп жүрген әйелдерді қорғау да азаматтық парызы. Былайша айтқанда, өгізді өлтірме, арбаны да сындырма. Алғашқы айларда лагердегі тұрмыс аса ауыр болды. Бұрын Қарлақтың 26-шы бөлімшесі аталып келген кілең байқұлақтар мен ұры қара қамалған ескі барақтардың әбден тозығы жетіп, қаусап тұрған кез екен. Оны былай қойғанда етаппен үсті-үстіне келіп жатқан әйелдер тіпті көп, орын жетіспеді. Әр бараққа қос қабат нар орнатқанның өзінде тұтқындар тұздалған балықтай сығылысып зорға сиятын еді. Сол 1938 жылдың қысы мұндай қатты болар ма? Әйелдер аязда бүрсеңдеп жүріп, көл жағасынан қамыс орып, бірнеше барақты жөпілдемеде өздері тұрғызды. 200 кісілік барақта 2 ғана темір пеш бар. Қамыспен қарағанда қанша өртесең де жылу беріп жарытпайды. Байғұс әйелдер ішіне сабан салынған жұлма матрастың үстіне бірін-бірі жылытып құшақтасып жатқаны. Көп әйелдер емшектегі баласымен келген, жүкті күйінде келіп осында босанғандары қаншама. Қанша дегенмен өмірдің аты өмір емес пе? Лагерге келген соң да ауыр аяқты болып туып жатқандар аз емес. Ол баланы кімнен, қалай тапқаны әйелдердің өз құпиясы. Кімнен туса да сәбиде жазық жоқ. Лагер ішінде сәбилерге арнап аурухана, балабақша ашуға тура келді. Баринов лагердегі балалар халық жауы саналмасын деп ұран көтеріп, бұл ұсынысты Мәскеуге бекіттіріп алды. Соған қарағанда әкесіз, некесіз мәңгүрт балалардың өніп өсуіне үкімет те мүдделі сияқты. Айналасы ат шаптырым тікенекті сыммен қоршалған лагер қорғанның батыс жағында 200 метрдей жерде қызметшілерге арналған үйлер мен күзет әскері тұратын казарма бар. Лагер басқармасының кеңсесі де осында. 2 қабатты ағаш үйдің үстіңгі бір қапталын Бариновтың кабинеті алып жатыр. Ол күндегі әдетінше бүгінде таңғы 9-да кеңсесіне келіп, 2-3 күнде топталып, бірақ келетін хат-хабар газеттермен танысты. Пәлендей алып бара жатқан жаңалық жоқ. Майдан батысқа қарай жылжып барады. Қазір Курск түбінде кескілескен шайқас жүріп жатса керек. Тұтқындарға арналған бір қапшық хат бар екен. Оны төменгі қабатта отыратын саяси бөлім бастығы майор Мишинге жолдады. Тәртіп бойынша хаттарды сол сұрыптап таратуға тиіс. Хат құпиялығын сақтау туралы сан рет айтылса да, НКВД майоры өзінше қимылдайды. Әр хатты бір ашып, тімтініп жүргені. Бір мезгілде Сергей Васильевич орнынан тұрып, еденіне дөрекі тақтайлар төселген кең кабинетті әрі-бері жүре бастады. Жасы 50-ге іліне қоймаған орта бойлы кең иықты жұмсақ сары шашы артына құлата қайырылған, аспан түстес көгілдір көзіне үнемі мейірім төгіліп тұратын лагер бастығы терезенің алдына келіп, жаңа ғана тұтатқан Қазбек темекісін құшырлана сорды. Осы арадан іші қаз-қатар барақтарға толы лагер ауласы алақанға салғандай көрініп тұрады. Барақтар маңы тып-тыныш, тек тігін цехының төңірегінде оны-мұны тасыған қарбаластық байқалады. Асхананың алдында жүк машинасынан біреулер әлденені түсіріп жатыр. Қоймадан әкелген көкөніс, азық-түлік шығар, дәуде болса. Мұнара басындағы күзетші солдат жердегі біреумен дауыстап сөйлесіп тұр. Ал зонаның арғы жағы шетсіз, шексіз жасыл дала. Баринов сол кең жазира далаға көз жанарын суарып, тағы біраз тұрды, жұмыс тіліне қайта оралды. Кеше қаралмай қалған өтініш хаттар, әр алуан құжаттар бар тұғын. Соларға қол соза бергенде көзіне аузы ашылмаған конверт ілікті. Енді есіне түсті. Бұл хатты кеше қызмет соңында үй сыпырушы әйел әкеліп тапсырған. Кімнен екенін айтқан жоқ. Бір тұтқын әйелдің арызы деген жай ғана. Баринов конвертті ашып, маржандай сұлу әріптермен жазылған арызды оқи бастады. Қарауыл бастығы сержант Мазепаның үстінен жазылған арыз. Әйел көрсе оқыранып, маза бермейтін бұл неғылған пәле өзі. Жаңылмаса өткен қыста да осының үстінен тағы бір арыз түскен есінде. Фермада бір қойшы әйелді зорламақ болғаны, арыққа көнбеген әйелді жазалап, аязды түнде діңгекке таңып қойып, тұтқынның өкпесіне соқ тиіп ауырғаны жазылғанды. Бариновтың өзі Қарағандыға жол жүріп бара жатып әлгі арызды тексерді. Саяси бөлім бастығы майор Мишинге тапсырған. Қап ұмытып кетіпті. Тексеру нәтижесі не болды екен сонда? Ал мына арыз жазған қатардағы тұтқын емес, маршал Тухачевский кіші қарындасы Галина болып шықты.
Арызда қарауыл бастығы Мазепаның көптен бері қыр соңынан қалмай жүргені, осыдан 2 күн бұрын көкөніс қоймасында өзін зорламақ болғаны туралы жазады. Егер үстеріне тағы бір әйелдер келіп қалмағанда, Мазепа көздеген мақсатына жеткенде екен. Бізді халық жауының туыстарын қалай жазалаймыз десеңдер де, ерік өздеріңізде. Қапасқа қамайсыздар ма, атып тастайсыздар ма, қолдарыңызда ешкім қақпайды. Тек қорлауға, арымызды аяққа таптауға көне алмаймыз. Өзгені былай қойғанда, біз орыс әйеліміз ғой. Ресей шегіне тұрып жатырмыз. Орыс әйелін көрінген жендеттің жемтік етуге қалай дәттеріңіз барады, депті арыздың соңында. Бариновтың бетінен оты шықты, ұялып кетті. Бүгінгі заман үшін, уақыт үшін, бүгінгі үкімет орнатқан тәртіп үшін ұялды. Галинаны бұл сонау қыз кезінен біледі. Бет пішіні ағасына тартқан ажарлы сұлу әйел. Лагерде жүдеп жадап жүргеннің өзінде көп әйелдің арасында көзге бірден шалынады. Қап, мынау ұят болды. Маршалдың туыстарын жазадан құтқарып алмаса да, бүйтіп қорлауға бермеуі керек еді. Қарауылдарды тәртіпке шақырмай әлгі мешін не бітіріп жүр? Иә, соңғы жылдарда тұтқын әйелдер мен қарауылдардың арасында осындай құпия қатынастардың болатыны мұның да құлағына жетіп жататын. Лагерде 10 мыңға жуық әйел бар. Көпшілігі әлі 30-ға да толмаған жас келіншектер. Күйеулерінің келмеске кеткенін естіп, көңілдері әлдеқашан суыған. Қайғы қасіреттің сыртында тағдырға деген жыл қысас бар. Тым құрса бір уақыт тән құмарын қандырып, көңіл көтергісі келуі мүмкін ғой. Мынадай аш аламан жоқшылықта бір бөлке нан, бір кесек ет, бір шише арақ та жолдан таюға жетіп тұр. Тұтқын әйелдердің жиі жүкті болып, лагерде әкесіз, некесіз балалардың көбейетін содан. Ал мына Мазепа дегеннің қылығы шектен шығып асқынып барады. Өзі де әйелге тойын бермейтін диудай қайратты неме болса керек. Әйел болғанда жай жеңіл жүрісті біреу емес, неғұрлым атақты әйгілі, ел көзіне түсетін сұлуларына соқтығады. Министрлердің, секретарлардың, генералдардың әйелдері. Көрдіңіз бе, енді келіп маршалдың қарындасына ауыз салған. Бұлай ету Мазепаға неге керек дейсіз ғой? Мақтану үшін. Бұлай шығары бері мен пәленбайдың әйелімен, түгенбайдың қарындасымен ойнадым деу үшін. Құл-құтанға қор болған қайран арулар. Құлан құдыққа жығылса, құлағында құрбақа ойнайды деген осы. Лагер бастығы үстел жиегіндегі тетікті басып, қарсы бөлмедегі көмекшісін шақырды. Іле-шала жарауаттай жұтынған жас лейтенант кірішке. Енді бұйрық күтіп сіресіп тұр. Маған қарауыл бастығы сержант Мазепаны тауып әкелші, деді қабағын жазбастан. Құп болады, жолдас полковник. Егер ол лагер аумағында болса, қазір-ақ тауып әкелемін. Жердің тесігіне кіріп кетсе де тауып кел. Осы маңда болмағанда жер жұтты дейсің бе оны? Арада жарты сағаттай уақыт өткенде ауыз бөлмеден тарс-тұрс аяқ дыбысы мен дабыр-дұбыр сөздер естілді. Сәлден соң жаңағы лейтенант зорлағандай етіп, қарауыл бастығын ішке итермелеп алып кірді. Шу шығарып жүргеніне қарағанда Мазепа басаңдау мақалай, оң қолын шекесіне апарып, өзінше құрмет көрсеткен болды. Бұрыннан тұстаныс белгілі жігіт. Екі иығына екі кісі мінгенде, бұқа мойын дәудің өзі. Жұдырығы тоқпақта екен. Өз ортасында мұның даңқын шығарған сол жұдырық болса керек. Өзі бұрын теңіз әскерінде болған ба? Ашық омырауының матросының ала жейдесі үнемі көрініп тұрады. Шақырдыңыз ба, жолдас полковник? Сен бара бер, деді Баринов көмекшісіне. Қарауыл бастығына сонан соң ғана назар аударды. Сен не, сержант, жұмыс уақытында ішіп алғаны саумысың? Бүгін менің туған күнім, жолдас полковник. Оның үстіне кезек алмасқан демалысым, деді Мазепа бірден ширап. Кешіріңіз, сіз бүгін мені шақырады деп ойламаппын. Солай де. Осы сенің лагерде қызмет істей бастағаныңа қанша уақыт болды? Биыл 3-ші жыл, жолдас полковник. Өзің батыр тұлғалы сап-сау жігітсің. Майданға бармай мұнда не бітіріп жүрсің? Қазір барлық жерде майдан емес пе, жолдас полковник? Халық жауларымен күресуге де сенімді адам керек деп партия мені осындай жіберді ғой. Ол да партия мүшесі болғаны. Мазепаны қатарына алып, компартияда жарған екен деп ойлады Баринов ішінен. Сен мұнда жаумен күресіп жүрсің бе? Әлде күндіз түні аңдығаның осында қатындардың ышқыры ма, деді лагер бастығы залана езу тартып. Мазепа айылын жияр емес, езуі жайылып жалаңдай күлді. Сіз не, жолдас полковник? Халық жауларының жесір қалған қатынын аяйсыз ба? Қайта осындайда сұлулардың кеудесіне шығып, таптық кегімізді қайтармаймыз ба? Пролетариатпен қан араластыру олардың өздері кетер емес. Тоқтат, деді Баринов үстелді жұдырығымен қойып қалды. Үстінен түскен арыз бар, және біреуде емес бірнешеу. Мүмкін емес, деді Мазепа таң-тамаша болып. Мен білсем, маған қатындар алғыс айтса керек еді. Ал олардың оңашада өлеуіш айтқан сөздерін естісеңіз ғой. Сенесіз бе, әйелдер қазір маған кезекте тұрады. Ау, сен өзің кімсің?
совет солдатысың ба, әлде фермадағы асыл тұқымды бұқасың ба, деді қаны басына шапқан Баринов. Әйелдер саған құмар болып жүрген жоқ, оларды кіріптар еткен сенің қарауылдық қызметің. Қызмет бабын асыра пайдалану дейді мұның атын. Білесің бе, оның да өз статьясы бар. Ал әйелді зорлаудың өз жазасы тіпті ауыр. Жеке мен емес, қарауылдардың біразақ тұтқын қатындармен әуейі. Лагерде күн сайын туып жатқан нәрестелер қайдан шықты деп ойлайсыз, деді Мазепа, әлі де тізгін бере қоймай. Иә, мына сержанттың райдан қайтар түрі жоқ. Баринов біледі, осындағы әскерилердің бір ғана осал тұсы бар. Олар қашанда майданға жібермесе екен деп қыпылдайды. Лагер бастығы амал жоқ, соңына сақтаған сол қаруды қол созды. Түсінікті, сендейлерді бірден соғысқа аттандырмаса болмайды екен. Күшің тасып бара жатса, фашистерге көрсетерсің, деді. Алдындағы қағазға әлденені сүйкектей жазуға кірісіп. Майданға айыпкер ретінде барасың ба, әлде өзің тіленесің бе? Байқап отыр, Мазепаның лагерден кеткісі жоқ. Бірден шыр ете қалды.